Қайырлы таң баршаңызға. Қыздар бүгін емес, жалпы күнде мектеп жақын болғасын велосипедтермен барып жүр. Бірақ осы жақын арада мектеп әкімшілігі велотұрақтарды ұйымдастырып мектепте, себебі оқушылардың көбі осы велосипедтермен келуге өздерінің тілегін білдіріпті. Сондықтан бүгін біздің қыздар бірінші рет осы велосипедтерін сол тұраққа қойып кетеді. Себебі кеше арнайы құлыптайтын жүйені алды. Бүгін мен сіздерге қызықты әрі маңызды тақырыпты ұсынбақпын. Балаларымыздың велосипедтері мен скутерлері қауіпсіз сақтау және қорғау жайында. Зарина енді осы жақын арада қосымша дөңгелектерін алып тастап жаңа үйреніп жүр. Сондықтан оған кішкене енді қазір папасы сүйемелдеп қолдау көрсетеді. Ал Томи болса кетіп барады. Балдарға да енді осы керек қой, қызық мектепке баруға. Мектепке айдап алып келетін велосипедтер мен скутерлердің қауіпсіз сақтауы және қорғауы жайында мектептен ресми хабарлама алған болатынбыз. Ол хатта велосипед немесе скутерлердің қауіпсіздігі туралы айтылған. Мектеп оларды жауапкершілікке алмайтыны туралы ескерткен. Сондықтан ата-аналар өз балаларын велосипедтерін дұрыс құлыптауға үнемі бақылау жасауы керектігі айтылған. Балалар баскетбол алаңы бар. Сол баскетбол алаңында ойнап уақыттарын өткізеді сабақ басталғанша. Бізде қазір велотұраққа қарай бет алып бара жатырмыз. Мынандай велотұрағымыз бар. Көшіре қазір. Томи. Хай. Томи қойып жатыр. Қазір Зарина келіп қояды. Қазірше папасы көмектесіп жатыр. Екеуін бірге құлыптаймыз деп шешіп жатырмыз. Себебі Норвегияда осы велосипед ұрлау фактісі бойынша көп фактілер тіркелген. Сондықтан біз қорқамыз. Және мектеп әкімшілігі де солай айтқан. Өзіңіз құлыптаңыздар, өз меншіктеріңізді. Онан басқа біз оған жауап бермейміз деп. Міне бізде бір мысал, біздің қыздарымыз велосипедтерін дұрыс құлыптап жатыр. Жақсы құлыптың болуы бұл маңызды қорғаныс шарасы. Әсіресе мектептерде немесе қоғамдық орындарда велосипедті ашық қалдырмау керек. Енді осы мектептің жауабына назар аударсақ, олар тек қауіпсіздікті насихаттаумен және балаларға велосипедті айдаудың дұрыс жолына кеңестер берумен шектеледі. Сондықтан велосипедтер мен жеке заттардың жоғалуы немесе зақымдалуына мектеп жауапты емес екендігі ескертілген. Папамыз өзінің темір тұлпарын шығарып жатыр. Осымен қазір қыздарын мектепке апарып тастады, енді осы көлікпен жұмысына осы теуіп барады. Осындай Норвегияда барлық жағдайлар жасалған. Жолдың жиегінде қызыл түсті велосипед жолдары бар. Сонымен жайлап барады. Сәтті күн болсын. Жұмысқа жақсы барып келіңіз. Биыл енді бәрі осындай велосипедке отырды. Клубты дұрыс таңдау және велосипедтерді қауіпсіз сақтау әрқашан бірінші орынға қойылуы тиіс. Біз бәріміздің балаларымызды қауіпсіздікке үйретуіміз керек. Әрқашан велосипедті құлыптап, мүмкін болса оны бақылайтын жерге қойған дұрыс. Бұл бейнебаянды көріп, балаларымыздың қауіпсіздігі жайлы ойландыңыз деп үміттенемін. Егер сізде осындай кеңестер болса, пікірмен бөлісіңіз. Лайк басып, арнамызға жазылып, келесі бейнебаянда кездескенше. Велосипедтермен мектепке және жұмысқа барудың артықшылығын айтпаса да түсінікті шығар. Себебі былтырғы жылы бір жыл бойына кіші қызымызды жолдасым Болат балабақшаға машинамен тасыған еді. Ал үлкен қызым Тамерис автобустың ішінде 45 минут отыруға мәжбүр еді. Сондықтан биылғы велосипедпен жүру тәжірибесі денсаулық үшінде қоршаған ортаны қорғаудағы әрекеттер азаматтық борыштарымыздың бірі екендігін жақсы түсінеміз.